Туризмнің ғылыми техникалық прогрестің дамуымен ғана адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналғаны жалпы түсінікте қабылданған. Қазір біз жай ғана ұшаққа немесе пойызға билет алып, керек заттарымызды қол дорбамызға салып алып, әлемді бағындыруға аттан аламыз. Бірақ осыдан бірнеше жүз жыл бұрын саяхатқа шығу мұндай жеңіл болмаған болатын. Туризмдегі жарылыс 19 ғасырға жатады. Сол шақта барлық адамзат баласының алдынан жаңа көкжиектер мен мүмкіндіктер ашыла бастады. Бұл зерттеушілер мен жаңалық ашушылардың саяхат дәуірі болды. Ол шақта әрбір ақсүйек отбасы бірнеше сөмкелерін қолтықтарына қысып, бірнеше аптаға көршілес елге барып қайталатын еді. Үлкен жүк әлемді көргісі келетіндердің еріксіз соңынан еретін. Ақшасы бар адамдар саяхатқа қажетті барлық затты шабаданға салу үшін арнайы жұмысшыларды жалдайтын. Тіпті бірдеңе бөлініп қалмас үшін жүкті мұқият салатын адамдар көмегіне де жүгінетін. Ондай жайлы қазір есту біртүрлі ғой, бірақ бір күні барлығы өзгереді. 1858 жылы Парижде алғаш рет Трианон деп аталған жалпақ шабадан пайда болады. Ал оны қазір аты жалпақ жұртқа таныс адам ойлап тапты. Осылайша тұтас әлем Луи Виттон есімін алғаш рет естиді. Бірінші Луи Виттон шеберханасы 1854 жылы Парижде ашылды, және ол ең жоғары сапа мен сән салтанаттың символы болуды мақсат етті. Барлығын ретімен айтайық. Француз сән үйінің негізін қалаушы Луи Виттон 1821 жылы 4 тамызда Францияның оңтүстігінде шағын Лонс-Ле-Сане қаласында дүниеге келген. Тіпті ерте жасынан оған ауыр жолмен жүруге тура келеді. Кішкентай күннен ол таңертеңнен кешке дейін фермада әкесіне көмектеседі. Жақсы өмір сүруге қаражаттары жеткіліксіз болады. Киімдерінің барлығы бірнеше мәрте жөнделген, тігілген еді. Кейде жұмыс орнында ұйықтап қалуға тура келетін еді. 10 жасында тағдыр оны қатты сынайды. Анасы белгісіз аурудан көз жұмады. Сәл кейінірек әкесі де қайтыс болады. Ал өмір тіпті де ертегіге ұқсамай, тәтті болмай кетеді. 13 жасында Виттон әкесінің үйін тастап, жақсы өмір сүру үшін жаяу Парижге жолға шығады. Ол туған ауылынан барлық армандар орындалады деп, сенген Парижге дейін барлығы 470 шақырым жол жүріп жетеді. Бұл шағын саяхат бозбала өмірінің бірнеше жылын алады. Жолда ол шағын қалаларға тоқтап, ақша мен ас ішу үшін жұмыс та жасайды. Аяқ киім тазалайды, жүк тиеуге де көмектеседі. Кең далада жұмыс жасайды. Тіпті жай ғана гүлде сатады. Қайырымда адамдар оған түнеп шығуға көмектеседі. Тамақ беріп, өз өмірлерінің тарихымен бөліседі. Тек 16 жасқа толғанда Луи Виттон ақыры Парижге де аман есен жетеді. Сән еліне келгендегі алғашқы бірнеше апта жас жігіт үшін нағыз ауыр шақ еді. Ол әр көшені аралап, жұмыс іздеумен болады. Кез келген жерде ұйықтап жүрді. Өмір онымен өте қатал еді. Бір күні ол белгісіз бір шеберхананың шыны әйнегінен сөреде тұрған әдемі, сапалы оралған, ішінде заттары бар қорапшаны көреді. Оның пішіні, түсі, ерекше иіліп жасалуы Луиді қатты қызықтырды. Тіпті ол батыл түрде ішке еніп, жақыннан көргісі келеді. Шеберхана көрушілерге толы екен. Луи жұмысшылардың адамдардың көптігінен жұмыс барысында үлгермей жатқанын бірден аңғарады. Сол кезде ол бойындағы батылдығын жинап, шеберхананың басшысына өз көмегін ұсыныс қылып жеткізеді. Бір беткейлік пен мақсатқа жетем деген табандылық, ең бастысы жұмыс істеуге құлшыныс ешкімді ешқашан жайдан жай қалдырған емес. Келесі күні жігіт Марешаль есімді кісінің шеберханасында жұмысқа орналасады. Бұл сол шақтағы қорап, сандық және қаптама шығаратын бірден бір мықты шеберхана болатын. Айта кету керек, Европада 19 ғасырдағы қорап жасау және жүк орау өте құрметті және танымал қолөнер ретінде қабылданды. Өзінің табандылығының арқасында бірнеше жылдан кейін Луи париждіктер арасында беделі артып,
осы бизнестегі ең жақсы тәжірибешілердің бірі болып саналды. 33 жасында Витон жақсы табысы бар күйеу жігіт ретінде 17 жасар Клеменс Эмили Париоға үйленеді. Екеуі бірігіп, өз күштерімен Париждің өндірісті қаласы Ан-Сюр-Сенде жеке шеберханаларын ашады. 1854 жылы Луи Капуцинов көшесінде Вандом алаңының маңынан өзінің шеберханасын іске қосады. Кіреберісте ең нәзік заттардың өзін сән үлгісіне сүйрене отырып, сенімді қаптап береміз деген тақтайша ілініп тұрды. Бастапқыда оның жұмысының басым бөлігін жеке тапсырыстар құрады. Мысалы, 1856 жылы оның шеберханасындағы тапсырыстың бірі танымал француздық цирктің пониді тасуға арналған сандықшасы болды. Бірақ Луиді мұның бәрі қанағаттандырмады. Әрине, бизнес жақсы дамып жатты. Ақша мен тапсырыс жеткілікті еді. Алайда ол 100-ден бір ғана үздік шығатын шебер болатын. Луи өз ісін жетік білгені соншалық, оның атын дәріптеп, танымал қылатын нәрсе жасағысы келді. Ол көп ойланды, түрлі нұсқаларды байқап көрді. Оған дейін барлығын жасап қойды ғой, тағы не ойлап табуға болады деп ұзақ ойланды. Алайда оның басына ғажайып ой келді. Кейінірек бұл ойы шындыққа айналды. 1858 жылы Витон әлемге өзінің революциялық су өткізбейтін сандықтарын таныстырды. Тік бұрышты, дөңгелек пішіні қақпақтары бар, қаптау үшін былғарыдан гөрі кенепті пайдаланған. Оның танымал болғаны соншалық, келесі 70 жылға жол сөмкесін пішінін анықтап берді. Триананың дүние жүзіндегі бүйірінен ашылатын алғашқы жалпақ шабадан. Одан бұрын дөңдес пішінде жоғарыдан ашылатын еді. Жаңбыр кезінде жоғарғы жағына су жиналып қалмас үшін Триананың су өткізбейтін матадан тігіліп, жалпақ пішіні бір-бірінің үстіне қоюға ыңғайлы болу үшін неғұрлым ыңғайлы болды. Жаңа шабаданның жетістігі адамдардың белсенді түрде темір жолда жиі жол жүруінің арқасында дамыды. Аксессуардың қолайлылығы ауқатты жандарға да қатты ұнады. Бұл ерекше жетістік болатын. Тапсырыстар жүздеп түсіп жатты. Бұл ғажайып шабадан жайлы алыстағы Францияға да хабар жетті. Бірақ ақ пен қараның алмасып жүретіні қашаннан белгілі емес пе? Сол шақта Луи Витон үлкен ауқымды мәселемен бетпе-бет келеді. Біреулер оның шабаданын белсенді түрде көшірме жасай бастайды. Бірақ Луи, егер ол бұл шабаданды бірінші ойлап тапқан болса, демек оның басқалардан ерекшеленіп тұратын қыры болу керек деген шешімге келеді. Өз өніміне даралық беру үшін әдеттегі жаттанды шабадандардан ерекшеленіп тұратын айрықша түс ойлап табу керек деп ойлайды. Бәсекелестерге ұқсамау үшін қоңыр ақшыл жолақ ойлап табады. Одан кейін күні бүгінге дейін тек осы брендке тән шахматты түр пайда болады. Бірінші күннен бастап сапа мен сән жайлы жақсы түсінетін қалталы адамдар дүкеннің тұтынушысы болады. Соның бірі һәм бірегейі 3-ші Наполеонның әйелі Евгения еді. Оның арқасында елдегі бай адамдардың басым бөлігі Луи Витонның дүкеніне назар аударады. Осылайша оның карьерасын әрі қарай дамытады. Сол шақтан бастап жұмыс тек өрлей бастайды. 1867 жылы Луи Париждегі халықаралық көрмедегі қоғамға үлес қосқаны үшін қола медальға қол жеткізеді. Себебі бүкіл әлем тек Луидің шабаданымен саяхатқа шығатын. Алайда барлығы ертегідей әсем болмады. 1871 жылы Франко-Пруссия соғысының нәтижесінде Аньердегі Витон шеберханасы жойылды. Құралдар ұрланып, қызметкерлер қашып кеткен. Бұл барлық күш жігерін осы бағыттың дамуына арнаған біздің кейіпкеріміз үшін өте үлкен соққы болды. Витон тез жинақталып, істі қайта қолға алып, қысқа уақытта өндірісті қалпына келтіріп үлгереді. Оның өніміне сұраныстың жоғары болғаны соншалық, 1885 жылы ол Франциядан тыс алғашқы дүкенін ашады. Ерекше танымал дүкен Лондонда орналасқан болатын. Тұманды Альбион жағасындағы ашылған бутиктің ашылуынан соң, әрбір өнімде Эл Витон маркасы бар қолтаңба пайда бола бастайды. Ол тауардың 100% түпнұсқа екендігіне анық дәлелдеді.
1857-1936 жылдар аралығында сан үйдің жұмысымен Вьютон Джордж есімді азаматпен бірге айналысады. Ал 1886 жылы олар бірігіп өз күштерімен күні бүгінге дейін қолданыстағы серіппелі құлыптарды патенттеп алады. Құлыптардың барлық модельдері, егер оның иесіне тағы да бір кілт қажет бола қалса деген мақсатта шеберханасында сақталатын. Луи өзінің барлық ауқатын тіпті өмірден өткенше сүйікті ісіне арнады. Ол сандықтарды алып жүретін ыңғайлы тұтқа, құлыптар, шабаданға ерекше дизайндық сипат беретін бұрышты орнатылымдар ойлап тауып, іске асырды. Оның шотында жүздеген жаңалықтар бар. Көбісін біз күні бүгінге дейін қолдана жүріп, оны 100 жыл бұрын кедей шаруаның ұлы ойлап тапқанын білмейміз де. Ұлы шебер 70 жасында өмірден өтті. Ол қайтыс болғаннан кейін барлық жұмыс оның ұлы Джордж Вьютонның қолына өтеді. Оның тұсында әкесінен естелік ретінде гүлдер, ромб және LV әріпі бар атақты монограмма пайда болады. Осында ерекше дизайндағы сандық сонау 1897 жылы жарыққа шығады. Және күні бүгінге дейін қолданылуда. Аты аңызға айналған, негізін салушының ұлы өз алдында үлкен мақсат қояды. Ол брендті халықаралық дәрежеге көтеру үшін барлығын жасау керек деген шешімге келеді. Бұл оның қолынан келеді. Джордждың арқасында Нью-Йоркте, Буэнос-Айресте жаңа дүкендері ашылады. Сондай-ақ ол Елисейский поляда орналасқан Париждегі танымал ең үлкен дүкенді ашады. 1901 жылы заманауи арқа сөмкелерінің прототипі жарыққа шығады. 1925 жылы Габриэль Шанель дизайнер Луи Виттоннан күнде ұстайтын шағын күмбез тәрізді сөмке жасауды өтінді. Виттон тапсырысты орындап, өз өнімін француз әйелінің атақты бас әріптерімен безендірді. SS. Айтпақшы, бұл екі үлкен үйдің алғашқы және жалғыз ынтымақтастығы. Дәл сол жерде 1930 жылы алғашқы LV әйелдер сөмкелері пайда болды. Осы Кейпл үлгісін есте сақтаңыз. Ол бірінші LV әйелдер сөмкелерінің атасы болып табылады және таңқаларлығы бастапқыда лас кірді тасымалдау үшін пайдаланды. Бұл модель күні бүгінге дейін танымал модельдердің бірі болып табылады. Кәсіпорынның басшылығына Джордждың орнына оның ұлы Гастон Луи Виттон келеді. Ол Луи Виттонның немересі болатын. Өз кезегінде ол да брендті түрлендіріп, безендіруге түзетулер енгізеді. Оның тұсында атақты өрнек ұсақ түрге ауысып, барлық өнімге орналастыру ыңғайлырақ болады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Луи Виттон бренді фашистермен байланыс орнатты. Бұл тарихи кезеңде кәсіпорын еске түсіргенді қаламайды. Бірақ сонда да сол уақыттағы кейбір деректер ашық дерек көздерінде сақталған. Парижде орналасқан фирмалық бутикте фашистік бағытта еврейлерге кіруге рұқсат жоқ деген тақтайша ілінген. Тіпті осындай оқиғадан кейін де 10 жылдық өткен соң бренд жоғарғы талғам мен жақсы таңдаудың керемет сапаның белгісі болып қалды. Луидің ұрпақтары өзі секілді іскер болып шықты. Олар әлемнің әр бұрышынан брендтің бутиктарын ашты. 1970 жылдар қайталап шығару мен Луи Виттонның жедел даму кезеңі саналды. Кәсіпорын 70 жылдардың басында 2 эксклюзивті дүкен мен 11 миллион евро кірістен 1989 жылы 600 миллион евро табыс әкелетін 125 дүкенге дейін өсті. 1987 жылы Луи Виттон кәсіпорны әрі танымал Моët Hennessy брендімен бірігеді. Осылайша холдингі LVMH атауын береді. Қазір оның құрамына Christian Dior, Givenchy, Kenzo және басқалары сияқты 70-тен астам сан үйі кіреді. Ал Луи Виттон шабадандарын әлемдік деңгейдегі танымал жұлдыздар қолданады. Олардың қатарында Диана Ханшайым, Одри Хепберн, Анджелина Джоли және Ким Кардашьян бар. Бір таңқаларлығы, шабадандарды жасау технологиясы алғашқы шеберханадан бастап еш өзгермеген. Бүгінге дейін шабаданның жақтауы терек ағашынан жасалады.
бұрыштарын қорғайтын элементтері мен сол сенімді құлыптар сақталған. Айта кету керек, кәсіпорын барлық өнімдеріне өмірлік кепілдік береді. Егер сырылып, бөлініп қалатын жағдай болса, арнайы жөндеу қызметі қалыпқа келтіріп береді. Яғни, сіз шабаданды бүкіл өмір бойы аласыз. 1989 жылы компанияның бақылауын оның негізгі акционерлерінің бірі француз миллиардері Бернар Арно алды. 1997 жылы Марк Джейкобс Луи Виттон компаниясының шығармашылық директоры болды және ерлер мен әйелдер киімдерінің топтамасын, сондай-ақ прет-а-порте аяқ киімдерін шығара бастады. Оның арқасында кәсіпорын жаңа деңгейге көтеріледі. Бұған қоса эксклюзивті аксессуарлар, зергерлік бұйымдар шығарды. Модельдердің каруселде тербеліп, лифттен шығып, эскалатордан түсіп келе жатқанын көріп, әрбір сән көрсетілімін құдды бір шоу дерсің. Марк кәсіпорында бақандай 16 жыл жұмыс жасады. 2013 жылдың қараша айында Баленсиаганың ең дарынды дизайнері атағын алған Николас Гескер компанияға қосылып, Луи Виттон әйелдер киімінің желісін басқарады. Ол тұжырымдаманы түбегейлі өзгертіп, жаңа бренд стилін жасады. Николас шығарған алғашқы жиынтықтың өзі баспасөз беттерінде жоғарғы деңгейде бағаланып жазылды. Оның эстетикаға деген өзгеше көзқарасы кәсіпорынның заңдылығын түбегейлі өзгертті. Қазіргі таңда осы бір сән үйі 53 елде фирмалық дүкендерін жүргізіп отыр. Фирманың қалыптасқан салтына сәйкес, сатылмаған барлық сөмкелер Парижге қайтарылып, оларды өртейтіні белгілі. Бұл көшірмеден сақтанып, әлемдегі сапа мен түп нұсқа жағынан жауап беретін жалғыз ғана бренд болып қалу үшін жасалады. 2016 жылдың 1 қыркүйегінен бастап, Луи Виттон бутиктері Фифи Эйворд сыйлығының лауреаты Жак Кавале құрастырған әйелдерге арналған жұпар иістердің жеке топтамасын сатуға шығарды. 2018 жылы ерлерге арналған жаңа иіссу сатылымға шықты. Ал 2019 жылдың жазында компания унисекс парфюмері шығара бастады. Бұл бірден осы бренд жанкүйерлерінің жүрегін жаулап алды. Луи Виттон сөмкелері әлемдегі ең қымбат болып саналады. Оның бағасы $5,000-дан $55,000 дейін жетеді. Аталған бренд атауымен контрацептивтер де бар. Бір данасының бағасы $65. Луи Виттон ешқашан көтерме бағамен немесе жеңілдікпен сатпайтын сөмкелер, киімдер және аксессуарлар классика мен заманауи түрді жақсы үйлестірген. Ол жарнамаға танымал әншілер мен әртістерді модель ретінде пайдаланған алғашқы бренд. Оның бір жарнамасына тіпті Михаил Горбачевтың өзі түскен. Луи Виттонның иесі Бернар Арноның жағдайы 2017 жылы $102 миллион бағаланды. Ол әлемдегі ең бай адамдардың ондығына кіреді. Ең танымал жанжал Бритни Спирс, Sony, BMG және MTV онлайнға қарсы болып, іс сотқа дейін жетті. Әнші Бритниді қызғылт Виттон материалымен қапталған бақылау тақтасы бар Dos Amazing бейнесіндегі сауда белгісі туралы заңдарды бұзды деп айыптады. Париж соты Sony, BMG мен MTV онлайннан бейнероликті таратуды және сатуды тоқтатуды талап етіп, сонымен қатар екі корпорацияның әрқайсысына аталған клипті көрсеткені үшін $80,000 айыппұл салады. Тағы бір қызықты жайт, 2014 жылы Луи Виттон үйі Мариинский театрының прима балеринасы Диана Вишневаға арналған Малле балерина чемоданын жасады. Ол бишінің бағалы реквизиттерін қауіпсіз тасымалдауға арналған. Ол 5-6 қаптаманы, 16-18 жұп пуантты аяқ киім мен аксессуарларды сақтайды. Ал 2019 жылы ең үздік шеберлер футболдан әлем чемпионының кубогын тасу үшін арнайы сандық жасап шығарды. Салмағы 6 келі болатын малахитпен безендірілген алтын жүлде осы брендтің логотипі бар сейфте бүкіл әлем бойынша саяхаттайды. Айта кету керек, франциялық сән үйінің ерекше өрнегінің арқасында ғана тани алмайсыз. Сондай-ақ, тауардың ғажайып сапасынан да білуге болады. Әр елдегі ашылған бутиктер брендке күн сайынғы үлкен табыс қана емес, дүние жүзі бойынша ең үздік әрі табысты кәсіпорын статусын алып келеді.
Иә, айтпақшы жол сөмкелері мен шабадандар әлі күнге дейін жақсы қолданылып, бірден сатылып кетеді. Ал әрбір шабадан үлкен ұтқырлық пен жеңілдікті үйлестіру керек деген ұран күні бүгінге дейін күн тәртібінде. Достар, ал сіздерде бұл брендтің заттары болды ма? Міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Бүгінге осы видеоны лүпілмен бағалап, Қазақ YouTube арнасына тіркеліп кетіңіздер.